бүгін қазақ бізге жобасынан көретіндеріңіз. Кезінде Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуды ұсынған университет ректорын Сенат депутаттыққа ұсынды. Сіздің терең идеяларыңызға негізделген дамудың қазақстандық жолын көру бақыты бұйырып отыр. Акимат Алматы қаласының жаңа жылдық безендіруіне 359 миллион 500 мың теңге жұмсамақшы. Неге? Неге деген сұрақтар сізде де пайда болған шығар. Неге? Сарыөзек кентіндегі мектептердің бірінде сотталып шыққан азаматша ұстаздық етіп жүр. Осы бізде заң бар ма, жоқ па? Біздің министрлерге сұрақ қойсаң, неге дікіңдеп қаша жөнеледі, қазақтың малын тегін бағып жүргендей. Вы мне слишком много вопросов задаете, я вам отвечаю же. Я журналист, я имею право задавать вам вопросы. Хорошо, я имею право не отвечать. Осы және басқа да жаңалықтар дәл қазір. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда әдеттегідей қазақ бізге жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Байқайсыздар ма, соңғы кезде күн сайын міндетті түрде бір жағымсыз жаңалық шығып отырады. Жаңа Қазақстанның жақсылықтары қайда? Сайланарда сайрадың ғой сақалы бар мұсылмандай. Шіренесің халық сені осы орынға ұсынғандай. Айтшы маған, қазақ үшін жасап жатқан ісің қандай? Түр жасайсың қазағымды космосқа ұшырғандай. Деп жырлаған екен баяғыда бір заманауи жырау Жан Ахмадиев деген жігіт. Бұл өлең жолдары кімге арналған? Астында пікір жазып кетіңіздер. Және осы арнаға подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпілде басыңыздар. Бұл өте маңызды. Келістік пе? Рахмет, Алла разы болсын. Бір қызық айтайын ба? Қазір ел арасында мынандай идеология қалыптасқан. Күні кеше Назарбаевты мақтап, көзіне сабынсыз кірген надандар бүгінгі таңда қазақтың бетіне қарай алмай жүр деген. Мен мұнымен келіспеймін. Себебі Астана қаласы мәжілісі алдағы Сенат депутаттық сайлауына Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықовты кандидат ретінде ұсынып отыр. Содан бері мінекей абыройы жоғары болып, университет алдыңғы қатарлы университеттердің арасында. Сіздің терең идеяларыңызға негізделген дамудың қазақстандық жолын көру бақыты бұйырып отыр. Бұл кім деп отырған шығарсыздар? Айтайын, дәл осы арамзат адамзат кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін созу туралы референдумды бастаған. Осындай Назарбайдың аузынан аққан майды жалаған күшіктер биліктен кете ме десек, жоқ, оларда бәрі жақсы. Ал қара қазақтың жағдайы күн санап төмендеп барады. Жаңа Қазақстанның саясаткерлері былтырдан бері бізге бір әнді әлі айтып келе жатыр. Бәрі жақсы болады, атағы тағы жүрек сендеп соғады. Қашан бізде бәрі жақсы болады? Осыған дейін Назарбаевтың отбасы 30 жыл отарлап еді, енді Тоқаевтың тойғанын күтеміз бе? Оған қанша уақыт кетеді екен, а? Ну и долго еще прикажете ждать? Екібастұзда адамдар үсіп жатса, Алматы қаласының акиматы жаңа жылға дайындалып жатыр. Жылы креслосын сақтап қалған қала әкімі Ерболат Досаев оңтүстік Астананы безендіруге 359 миллион 500 мың теңге жұмсамақшы. Елімізде трагедия болып жатқанда жаңа жылды тойлаудың өзі әбестік деп ойлаймын. Әрине, ешкімге шектеу қоюға болмас. Десе де, осындай үлкен ақшаны жылтыраққа жұмсағанша Екібастұзға аударса дұрыс болар еді. Солай ғой. Қалай ойлайсыздар? Сіздерден сұрап тұрмын. Біздің құрметсіз әкімдер. Жақсы идея ғой, я? Әлде бюджеттің жартысын жеп үлгердіңдер ме? Қалай болғанда да енді безендіру керек дейсіңдер ғой. Шіркін, пара алған қолдарыңды шауып тастаса ғой. Әй, жыным келеді. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Всего доброго, сэр. Назарбай салып кеткен сасық жүйенің кесірінен қазақ елінде өзгеріс болмай жатыр. Жақын арада да сондай бір өзгеріс күтпеңіздер. Біздің сол баяғы шірік шенеуніктер қаз қалпында қалды. Әділетті Қазақстан деген тіркестің әдемі естілгеннен басқа ешқандай күші де жоқ. Неге десеңіздер, Жетісу облысы Кербұлақ ауданының білім бөлімінің басшысы Қайсар Сейітқожаев кәдімгі зекті Сарыөзек кентіндегі орта мектепке мұғалім етіп қойыпты. Дәлірек, Назгүл Балқашева есімді ұстаз күні кеше 3 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасына кесілген екен. Ал Балқашеваның қандай қылмыс жасағанын білесіздер ме? Қане айтыңыздар.
Әрине ол ақша жымқырып, сыбайлас, жемқорлық жасаған. Сол қаражаттан білім бөлімінің бастығына жақсы бір сыйлық жасаған ау. Қалай болғанда да құзырлы органдардан жауап күтемін. Белоруссияның сайланбаған президенті Лукашенко айтпақшы: все должны понимать, что бардак начинается с этого. Бардак демекші қанша сұмдық жасаса да халық пен тілшілердің қойған сұрағына жауап беруден бас тартатын шенеунік министрлерді иттің етінен жек көремін. Бірдеңе десең, арнайы хат жазыңыз, көмекшіме жіберіңіз. Бірдеңе деп сылтауратып шығады да бұлар. По какой причине вы не можете назвать? Коллеги, я же вам уже... Обратитесь в соответствующий рабочий орган, вам сообщат. Хорошо, я не знаю. Это что, государственная тайна? Это Почему вы не можете назвать? Обратитесь в уполномоченный орган. Хорошо? Фариза, вы мне слишком много вопросов задаете. Я вам отвечаю же. Я журналист, я имею право задавать вам вопросы. Хорошо, я имею право не отвечать. Вы почему? Өздері жиналып алып әйтеуір бірдеңе шешеді. Халық сұраса жауап бергісі келмейді. Міндетсінеді. Ей, сендер әкелерің мирас етіп қалдырған бюджетті бөліп жатырсыңдар ма не? Бұл қазақтың қазынасы. Осындайлардың қатарында жақында креслосын босатады деген Астана қаласының әкімі Алтай Кульгинов те бар. Алтай Сидирович, вчера распространялась информация о том, что... Прокомментируйте, пожалуйста. Алтай Сидирович. Алтай Сидирович. Алтай Сидирович. Почему вы не хотите ответить на этот вопрос? Алтай Мурза. Алтай Сидирович. Ну, за вами сгоняют. Что вы хотите от меня? Алтай, ты много не болтай. Түсіндің бе? Есте болсын. Шенеунік деген шіренетін құдай емес. Шенеунік деген жұрт жалдаған жұмысшы. Итте есін тыңдайды. Ал шенеунік министрлердің иесі, хозяйны біз. Сондықтан олар бізге жауап беруге, бізбен санасуға міндетті. Түсінесіздер ме? Міндетті. Ой, ол бұлай тұрсын. Ақтөбе облысының әкімі Ералы Тоғжанов қазақ күнін көре алмай жүргенде үкімет керемет, мықты жұмыс жасап жатыр деп айдаспанға бір-ақ шығарғаны бар емес пе? Я думаю, правительство сегодня неплохо работает. Еще вопросы? То есть вы по пятибалльной шкале насколько оцениваете работу нынешнего правительства? По пятибалльной системе, я думаю, хорошо работает правительство. То есть на четверку? Да, на четверку. Осылардың осындай сөздерін естіп алып, давлением көтеріліп кетеді. Осылардың кірпіштеніп кеткен беттерін көріп қалсам, қотпас шешемандығын тілем. Түсіндің бе? Сен сияқты адамдарды біздің билікке қоймағыма қойды ма деп айтып боқтап тастағым келеді ше. Әй, көз алдындағыны көрмейтін, қазаққа қырылып өл дейтін, надандықтар ешқашан сөнбейтін осыларға әңгіме айтып бұларды боқтап тұрған менде жынды міней, как будто мені түсінетіндей. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Егерде Қазақпызғы жобасы көңілдеріңізден шығып жатса, арнаға жазылып подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпілде басыңыздар, пікірде жазыңыздар. Бұл өте маңызды. Себебі осы арқылы Қазақпызғы жобасын көбірек қазақ көретін болады. Келістік пе? Рахмет. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақпызғы жобасы. Кездескенше күн жақсы.